Бәріне сәлем. Бүгін мына видеоны DaVinci Resolve бағдарламасында қалай жасағанымды көрсетемін. Сонымен кеттік. Ең алдымен жаңа жоба жасап аламыз. Жобаның параметрлерін файлдың параметрлеріне сәйкес келтіріп алу керек. Ол менде 29 кадр жиілігі. Proxy мен Optimized Mediaның кодектерін сәл жеңілдірек жасап алдым, себебі маған соншалықты сапалы proxy керек емес. Одан кейін медиа интерфейсіне кіріп, өзіме керек файлды импорт жасап алдым. Материалды өлшемі Ultra HD болғандықтан жобаны да Ultra HD қылдырып келтіріп алу керек. Енді эдитке өтіп, материалды таймлайнға тастайым, автоматты түрде жаңа таймлайн жасалады. Клипті алдын ала бір рет қарап алу керек. Бізде көрсетші не көріңіз? Осындай клип енді оны бас аяғына сәйкес келетіндей қылдырып қиып алу керек. Клиптің басынан сөйлей бастаған жерге дейін қиып аламын. Сосын қиылған клипті телефонның экраны көріне бастаған жерден бастап қоямын. Енді қалған клиптің аяғын қиып тастаса да болады. Ролик қайталанған кезде дыбысы секірмес үшін басындағы дыбысты аяғымен араластыра салу керек. Енді кесілген нәрсемді таңдап, Alt арқылы сырғытып көшірмесін жасап аламын да, жаңа Fusion композициясын жасаймын. Бізде мұнда байланысқан екі нот тұр. Әрқайсысын қарап, қайсысы екенін анықтап алу керек. Media In 2 деген телефонның бетінде болуы керек бейне болғандықтан мен оның атын ауыстырып қоямын. Мысалға телефон. Ал бірінші бейнені негізгі деп атап қоямын. Енді маған телефонның бетін тректеу керек. Ол үшін Shift бос орынды басып, керек трекердің атын енгіземін. Оның аты Planet Tracker. Негізгінің шығысын трекердің кірісіне қосамын. Маған тректеуді соңынан бастап жасау керек, сондықтан ең соңғы кадрға барамын да, трекердің баптауларын жасаймын. Менде видео логпен түсірілгендіктен трекер жақсырақ жұмыс жасау үшін мен логтан Rec 709-ға ауысатын нот салуым керек. Айта кететін жайт, бұл түстік өзгерістер рендерға ешқалай әсер етпейді. Мен тек трекердегі кіріс ақпаратты ғана өзгертіп отырмын. Контрастты көбейту үшін қисықтарды да қосамын. Жасап жатқан жұмыс көрнектірек болу үшін плеердағы логты Rec 709-ға ауыстыруға болады. Бұл да рендерға ешқандай әсер етпейді. Енді трекермен жұмыс жасай беруге болады. Сол жақтағы плеерді тректелетін бетті белгілеу керек. Тректеу әдісін нүкте мен аймаққа ауыстырамын. Одан кейін тректеудің бастауын белгілеу керек. Сосын трекерді артқа қарай жүргіземін. Мына жерге келген кезде трекер телефонның бетін таппай қалды. Және өкініштісі трекерді қолмен баптауға келмейді. Ол толығымен автоматтандырылған. Мен тректей алмаған жерлерді өшіріп тастаймын. Қалған жерді тректеу үшін мен жаңадан тағы бір трекер енгіземін. Жаңа трекерді алдыңғы трекер тоқтаған жерден бастап баптаймын. Бұл жер тректеуге қиын аумақ болғандықтан мен әр түрлі баптаулар мен әр түрлі нұсқаларды жасап көремін.
Бұндай жерлерде трекер бірден жақсы нәтиже көрсете қоймайды. Қанағаттанарлық нәтижеге жеткен соң, енді телефонда болу керек бейнені байланыстырамыз. Ол үшін трекердағы мына батырманы басып, қозғалу туралы ақпаратты алып шығу керек. Енді композицияның соңына барып, қозғалу ақпаратын алып, телефонның шығыс сигналының үстіне shift-ті басып отырып кірістіру керек. Байқағанымыздай, телефонның беті жақсы тректелген сияқты. Енді жетпей қалған жерімізге қалған трекердің ақпаратын енгіземіз. Тағы да трекердің ақпаратын алып шығамында, алдыңғы қозғалыстың шығысына кірістіремін. Әлбетте жобаны қайта-қайта сақтап отыру керек. Енді телефондағы бейнені маскамен қию керек. Ол үшін мен бейнеге мөлдірлік қосамын. Енді менде телефонның беті көрінді. Маскамен қию үшін маған керек құрал полигон. Полигонмен телефонның экранының бетіне сәйкес келетін тік төртбұрышты салып аламын. Енді бұл тік төртбұрышты телефонның бейнесіне жалғауға болады. Мына көк үшбұрыш масканың кірісі. Мөлдірлікті қайта орнына келтіре салуға болады. Дәлірек болу үшін масканы түзеп шығу керек. Тректеудің қаншалықты жақсы жасалғанын тағы бір қарап шығайық. Соңғы кадрды санамаса, жақсы жасалған сияқты. Телефондағы бейне қолмен салыстырғанда тым айқын болып тұр. Сондықтан бұған аздап бұлыңғырлық қосу керек. Shift бос орынды басамында blur деп теремін. Маған керегі Gaussian blur. Оны телефонның бейнесі мен қозғалысының арасына қыстырамын. Қазір тым бұлыңғыр, сәл азайту керек. Ең соңғы кадр басындағы кадрмен байланысатындықтан бұл жерді айқын қылдырып қалдыру керек. Соңына апарып, мына ромбты басамында кілт қалдырып кетемін. Содан соң біраз шегінемін де, маған керек жерде параметрін өзгерте саламын. Бұл жерге кілт өзі түседі. Ризаның қолы алыстаған сайын, бұлыңғырлық азайған сайын, бізде блюрді азайтуымыз керек. Мұндағы саусақтарының бұлыңғырлығымен сәйкестендіремін. Енді масканың қырларын жұмсарту керек. Және қабырғаларын сәл кеңейту керек. Мына жерге келгенде экрандағы кесте көрініп қалғандықтан бұл жерде тағы да кішкене үлкейту керек. Мына тректелмей қалған кадрды көрсетпеу үшін осы жерге жеткен кезде бейнеміз жоғалып кету керек. Ол үшін байланыстыратын нотқа барамызда бейненің мөлдірлігіне кілттер қойып, ғайып болдырамыз. Мына жерде мүлде көрінбеу керек. Сол үшін мұнда толық мөлдір қыламыз. Мені композиция қанағаттандырып тұр. Егер бейнені тоқтатып қойып, әр кадрды жеке-жеке көрмесе, ұсақ-түйек кемшіліктері көзге көріне қоймайды. Енді эдитке ауысамында композицияның көшірмесін жасап, арасындағы тігісті тексеріп көремін. Композиция дұрыс ойнау үшін кэш жасап алу керек.
телефонның аяқ асты жоқ болып кетуін санамаса, тігіс жұмсақ сияқты көрінеді. Вертикалы бейнеге келтіру үшін видеоның екі жағына қара сызық қойып, сәйкестендіріп алу керек. Ол үшін мен мына жерден Solid Color'ды таңдаймын. Бейненің үстіне қоямын да, 2 дана жасап аламын. Тік бейненің өлшемдерін тез анықтау үшін мен әншейін бір кесек видеоны қоямын да, оны 90 градусқа айналдырып, таймлайнның биіктігіне сәйкестендіріп қоямын. Шамамен осылай болу керек. Ал мына 2 қараны 2 жағына жылжытып қоя саламын. Телефонның рамалары аяғында көрінбей қалу үшін мен бейнені сәл-пәл үлкейтемін да, аз-маз қозғалтамын. Енді көшірмесін жасап тігісті қарап көрейік. Тігіс жақсы көрінетін сияқты, енді тек бояу ғана қалды. Менің материалым S-Log 2-ге түсірілгендіктен мен оны REC 709-ға келтіріп аламын да, аздап контраст пен қанықтылық беремін. Сосын кішкене таспаның түстерін келтіремін. Енді астына дыбысты қойып, рендерлеп шығару ғана қалды. Визок көрсетші не көресің? Визок көрсетші не көресің? Бірақ рендер жасамас бұрын көлденең таймлайнның тік видеоға дұрыс шығуын мына жерден келтіріп алуымыз керек. Енді рендер жасай берсе болады. Ал енді көрейік. Визок көрсетші не көресің? Визок көрсетші не көресің? Бұл сабақ сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода көріскенше.